Жер бетін түгел шарпыған, соғыстың оты алған, атаның бауыр бәрі де, деді әкем саған аманат. Сұрапыл қанша көрсе де, от кешіп отан қорғады, ерлікпен қаза тапқандар ескерткіш болып тұр әлі. Биыл енді бұл кісіге де 1 қаңтарға 100 жыл толған болатын. Осы барлық жерлерде осы Махмет Қайырбаев атамыздың сол ерлігі дәріптеліп, шаралар өткізілді. Міне мына кітапшадан сол атамыздың ерлік жолын өмірімен таныса аласыздар. Созылған 1418 күндей, сонда талай біздің боздақтар, аталарымыз сол соғыста қайтпай қалды, хабарсыз кеткендер бар. Мына барлық ауыртпалық сол кезде мына ауылдағы балаларға, аналардың иығына түскен болатын. Енді оның бәрін сіздер тарихтан жақсы білесіздер ғой. Қазір енді сол кітаптардың бірнешеуімен қысқаша таныстырып өтейін. Енді мына бір кітап, міне, ұлы жеңіс ұрпаққа ұлағат деп аталады.